Күш қуатым мүлде азайды. Әйел энергиясы неге түседі? Дәл осы туралы бүгін YouTube каналымда қозғайтын боламыз. Армысыздар, достар, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен әдеттегенше Адия Аралбай. Бүгінгі тақырыпты бастаймыз. Сонымен ең бірінші себебі, егер сіздің қазір күш қуатыңыз аз болса, энергияңыз төмендеп кетсе, яғни сіз Алла тағаланың бар екенін, оның сізге көмектесе алатынына, және сіз өмірден үмітіңізді үзген кезде көп жағдайларда энергия жоғалып жатады. Егер де біз күнделікті осы бар нәрсеге алғысымызды білдіре алмасақ, егер де біз күнделікті осы өмірге қуана білмесек, онда біздің энергиямыз жоғалады. Екінші себебі, адам өз өмірімен өмір сүрмеген кезде оның энергиясы төмендейді. Мысалға, егер де сіз қатып қалған бір қағидалармен өмір сүрсеңіз, бойдағы қорқыныштармен өмір сүрсеңіз, егер де біреудің айтқанымен өмір сүрсеңіз, яғни өз жүрек қалауыңызды естімей қалсаңыз, онда сіз үнемі энергияңыз төмендеп жүретін болады. Неге? Өйткені адам өзінің шынымен қалаған нәрсесін, сүйікті ісін, сүйікті бір заттарын жасаған кезде немесе алған кезде көп жағдайларда адамда энергия пайда болады. Ол тіпті балада болсын, әйелде болсын, ер азаматта болсын, кімде болса да энергия ол ең әуелі күш қуат. Ал күш қуат бізге эмоция, яғни күш қуат сыйлайды. Мінекей сондықтан да кім не дейді екен деген өмірмен емес, яғни менің ең бірінші менің қалауым қандай деген сөздерді еске түсірген өте маңызды. Үшінші себебі, егер адам өзіне көп өтірік алдайтын болса, онда оның энергиясы міндетті түрде төмендейді. Өзіне өтірік алдау дегенді қалай түсінуге болады? Мысалға, кейбір жағдайларда біз күнделікті тұрмыс-тіршілікте бір нәрсені жасаймыз, бірақ та ол бізге ұнамайды. Бірақ та біз өзімізді үнемі алдаймыз, иә? Мысалға, анамның қалауы болған, әкемнің қалауы болған, ол менің күйеуіме ұнайды, ол менің балама ұнайды, сондықтан мен оны жасаймын отбасым үшін. Яғни біз көбінесе жертва позициясына түсіп кетеміз, иә? Біреудің қалағанын өзіміздікін деп ойлап қаламыз. Немесе көңіл күйі болмай тұрса да өзіне көп өтірік алдайды. Менде барлығы жақсы, менде барлығы күшті деп. Эмоцияны кез келген жағдайда қабылдау керек. Жаман эмоция болса, оған да алғыс айту керек. Яғни сен келдің, мен сені қабылдадым. Яғни қазіргі сәтте мен осы энергиямен өмір сүріп жатырмын. Бірақ алдағы уақытта оны өзгертуге дайынмын деген сияқты фразаларды айту арқылы біз өзімізге шынайы болған кезде және өмірге шынайы болған кезде, жанымыздағы адамдарға шынайы болған кезде біздің энергиямыз міндетті түрде көтеріледі. Негізі энергия төмендеген кезде шынымен үнемі күш қуаты тасып жүретін, өмірге үнемі риза болып жүретін адамдарды көп бақылау керек. Сондай адамдарға фокусыңыз түскен кезде сіздің автоматты түрде энергияңыз көтеріледі. Байқайсыз ба, сіздің айналаңызда үнемі шаршап жүретін адамдар көп болса, үнемі өмірге бір ризашылығын білдірмейтін адамдар көп болса, негативті көп ойлайтын адамдар көп болса, сізде сондай ортаға, сондай энергияға кіріп кетесіз. Сондықтан да байқасаңыз, мысалы, энергиясы көп адамдар, тасып жүретін, қуанып жүретін адамдар, олар көбінесе шағым көп айтпайды. Олар әрбір майда шүйдеге алғысын айтудан бастайды. Сондықтан да осындай адамдармен көбірек араласуға кеңес беремін. Және байқайсыздар ма, көңіл күйі көтеріліп жүретін, үнемі күліп жүретін адамдарда оларда бір проблема болса, олар сол проблеманы ойламай, ары қарай қалай жылжысам екен, қандай басқа қателіктер жасасам екен деп өмір сүреді. Мінекей осындай адамдарды көбірек тауып алуларыңызға кеңес беремін. Сонымен әйел энергиясы туралы бүгін 4 тамаша кеңес айтылды. Сондықтан да сол кеңестерді түртіп алып, жазып алып, практикалық тұрғыда қолдана білсеңіздер, онда өмірде көп энергияңыз пайда болатынына мен сенімдімін. Ал мен сіздермен әрине қоштаспаймын, тек қана келесі көріскенше күн жақсы деймін. Егер де менің каналым ұнаса, жазылып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, каналыма комментарийға міндетті түрде жазыңыздар, мен күнделікті жауап беріп отырамын. Ал егер де сізге офлайн немесе онлайн консультация керек болса, онда осы WhatsApp номерге жазсаңыздар болады, міндетті түрде сізге көмек үшін беретін боламыз. Сау саламатты болыңыздар.